заңбұзушылық неден пайда болады? Ол үшін бір себептер бар. Сол себептермен жұмыс істеуіміз керек. Соның жоюға шара көруіміз керек. Алдын алу жұмыстарын ұйымдастыруымыз керек. Сондықтан мен жаңа айттым, осы бір айдың ішінде біз жаңағы мобильдік топтар арқылы жұмыс жасасақ, жаңағы мобильдік топтың жұмыстарына сіздер өз ықпалдарыңызды көрсетсеңіздер, жастардың арасындағы бар проблемаларды біз шығарсақ, ол проблема болғанда жаңағы заңбұзушылыққа апаратын проблемалар, системалық проблемаларды көрейік. Сіздер мен біздер замандас ретінде қоғамдық санада азаматтықтың биік тұғырының орнауына тікелей жауаптымыз. Мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің облыстағы басшысы ретінде ең алдымен қоғамда парасаттылық принциптерін кеңінен тарату мақсатын деп түсінемін. Жастардың қазір қоғамнан өз орнын табуына, өз бойындағы табиғи дарыны мен адами қабілетінің ашыла түсуіне көмектесудің мәні бүгінгі қоғамдық әлеуметтік жағдайда тіпті арта түсуде. Барлықтарыңызға белгілі, Қазақстан Республикасының баланың құқықтары туралы заңының 20 бабында әрбір бала Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандығын, ар-ожданы мен қадір қасиетін, республиканың мемлекеттік нышандарын құрметтеуге, еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасау, тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қам-қарекет жасауға, тарих пен мәдениет ескерткіштерін сақтауға, табиғатты сақтауға, табиғи байлықтарды ұқыптап қарауға міндетті деп көрсеткен. Қояр сұрағым бір жағынан ұсыныс ретінде айтсам деп едім. Қазіргі таңда қаржы сауатсыздығының арқасында қоғамда қаржылық пирамидалар көбейіп кетті. Жастарымыз сол пирамидалармен, сондай орталықтармен жұмыс жасап, алданып қалып жатыр. Бірақ жастар оны алданып қалған білмей, заң бойынша жұмыс жасаймыз деп ойлайды. Осы нәрсенің қалай алдын алуға болады? Өте дұрыс көтердіңіз ол сұрақты. Сондықтан меніңше бүгінгі күні істеп жатқан, қарастырылып жатқан шаралар бар ғой. Бірақ оны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, теледидарлар арқылы кішкене көбейту қажет сияқты. Бірақ мемлекет тарапынан керекті шаралар қарастырылып жатыр. Біздегі көп құқықтық шараларға, одан кейін мектеп оқушыларымен шаралардың барлығында бізде волонтерларымыз қызмет атқарып келеді. Менің ойымша оның өзі бір үлес деп санаймыз. Келесі бір үлкен бір дүниенің бірі бізде Дулати университетінің Қазақстан волонтерлар лигасы ұйымының көшбасшысының жанында мектеп оқушыларының лигасы деген команда бар. Яғни Дулати университетінің студенттері сол оқушыларды кураторлық қызмет атқарады. Біздің университетте осы бағыттағы осындай жұмыстар атқарылып жатыр.